Ол Қонаевтың кезінде сиректік жиналыс деген білмейміз. Барлық облыстардың бірінші басшылары, министрлер қатысып отыр. Әуелбеков бәрін жинап соған барды. Сосын Әуелбеков сол Геннадий Васильевич деп жаңа Қызылорда облысының жағдайын сонда айтты. Осындай бізге малдың жемі жетпей жатыр, құрғақшылық болып жатыр деп барлық жерден осындай облыстар бізге көмектессе, тағы сондай проблема мәселелерді айтқанда, Колбиннің айтқаны бар. Товарищи министры, товарищи первый секретарь председателя исполкома областей. Еркін Нұржанов, когда пришел в Кызылординскую область, перестройка с того времени началась перестройка Кызылординской области, а по всему Союзу в апрельском пленуме, после апрельского пленума деп айтқаны бар. Сондықтан маяк перестройкой. Его просьбы я прошу выполнить беспрекословно деп сөйтіп айтқан. Соның құлағым естім. Сол Колбинді Назарбаев басын айналдырып, ақыр аяғында оған қарсы қойды ғой Назарбаев. Әуелбековке Колбин кетер кезде сонысы Назарбаевқа жауап берді. Сәдуақас аңсап, Әуелбеков Қызылорда облысына бірінші хатшы болып келгеннен бастап жанында жұмыс істеген. Ел ішіндегі Әуелбеков туралы аңыздардың шыны қайсысы, өтірігі қайсысы сұрап көрдік. Әуелбеков өзі Көкшетауда жұмыс істеп жүргенде бірде-бір туысқанын, не ағайын жекжатын жұмысқа тартпаған. Ол кісі Көкшетаудан кеткеннен кейін бәрі де өктеп демалыпты ғой, Құдай, біздің де жолымыз ашылатын болды ғой деп. Өзінің әйеліне, Күлше жеңгемізге айтып қойған. Егер сен бір жерден ессем, сауда базасына барып, заттар алып үйге керекті, не біреуге көмектесіп, не кадрға араласатын болсаң, соғын айырылам деген ғой. Сондай талап не жоқ. Әуелбеков Қызылорда облысына бас жауып барғанда қаладағы дөкейлердің үйлері биік қамалмен қоршалғанын көріп, бұздырып тастаған деседі. Сен бірінші қатшы, жолдас бірінші қатшы. Сен кіммен жасырынып осыншама үйіңнің бәрін қоршап алдың? Сен халыққа қызмет ететін өкілсің ғой. Халықтың компартия деген авангарды ғой. Ол тек халық үшін құрылған, халықтың жақсы қылу үшін құрылған партия. Соны сен басшысың. Сен қалай өзіңді ұстап жүрсің? Бәрі жаңағы шартақтардың бәрін кестірді. Кестегеннен кеседі ғой енді. Қайқа барады. Сосын үйлері артық па, өзінің үш адам тұратын болса, балдардың бар азамат болып кеткен. Үлкен далиған үй салып алады ғой мысалы. Солардың бәрін балалар бақшасына берді, емханаларға берді, өздері шағын үйлерге көшті. Облысты аралағанда қайда баратынын алдын ала айтпай деген дейтінде қауесет көп. Өзі қай жерде осал, сол жерге барады. Барғанда да жаңағы шекарадан күтіп алатын бұрынғы дәстүр бар ғой, оның бәрі қалады. Ол басқа көлікпен барады, керек болатын біз. Басқа көлікпен барады да ертерек фермаларды аралайды, күріштіктерді аралайды. Сөйтіп барып жаңағы өксін танымай неғып жүрсін дегендерді болған. Сосын Әуелбеков екенін біліп. Сосын шықтай кейініп, бірінші қатшылар жаңағы нелерді аралаймыз дейді ғой енді. Барып фермелердің жаңағы күріштіктердің балшық, малдың боғы жиналған жерлерге барып, аяқтарының бәрі костюмі де болған. Ол кісі машинасына кирзу етік, әйтпесе жаңағыдай резинка етік салып алады да, ал аралайық деп шығады. Еркін Әуелбековпен бірге 4 жыл жұмыс істеген Ибрагим Әбибуллаев совхоз директор болып тұрғанда Әуелбековтің қалай келгенін әлі күнге ұмытпаған. Ол кісінің келетінін мен аяқ астынан барып білдім. Олындай жағдайда жалпы облыстың басшылары аралағанда бір-екі күн бұрын хабарлайтын, оған дайындалатын. Ондай болған жоқ, сол аяқ астынан бір-екі сағаттан кейін шаруашылықтарыңызға барып аралап көреді деген хабарды естідім. Мен ол кезде сыртта мал шаруашылығын аралап жүрген кезім еді. Дереу енді орталыққа келіп үлгіргенім сол, ол кісіде сол жетіп келді. Алдына шығып қарсы да алмадық ол кісіні. Сол контордың алдында кездестік. Кенеттен жетіп келетін Әуелбековті қарапайым тұрғындар да жақсы біледі. Арал зауытында жұмыс істеген Болат Нұрғожаевтың да есінде қалған. Мен осында оқып жүргенде ол кісі келді. Бұлай
әділ, сосын сол кездегі тәртіп орнатқан Қызылордаға әлі күнге дейін айтады ғой ол кісіні Қызылорданың халқы. Мысалға сол кездегі коррупция, басқа дегендердің сосын ол кісі мысалға бір жерге целенаправленно жаңағы алдын ала айтып қойып бармайды. Мысалға былай келеді да басқа мекемеге кіре салады. Айтпай бара салады. Сөйтіп содан кейін енді басшыларында келіп қалар деген сияқты ой өзгереді ғой. Мен өзім көзіммен көрген, сол Аралда Сарыбұлақ су жүйесін құрып жатқан кезде 1 метр трубаның ішіне өзі кіріп кеткен. Біздің заводқа келді, ізінде жаңа бүткіл ол кездегі исполком, райком адамдар жүр. Бұрын мынау тұрған акимат ол кезде, акимат дейміз ғой енді райком партии. Артында бір көше, Желтоқсан көшесі, бұрынғы восстание дейтін. Соның мына жағында жаңа райком секретарларының үйлері бар. Соған служебный машинамен қатынайтын тұр. Ана үйден шығады, анау жақпен бұрылады, айналып былай барады. Хотя мынадай бір 100 метрге жетпейді жаңа райком. Содан мен енді студент кезімде талай көрдім. Ана гаилер ол кезде көп емес қой. Гаи тұрады, ана райком секретарлар шыққан кезде мына көшені жабады да, ана көшеге жүгіреді. Анау келем дегенше тоқтату үшін. Сөйтіп ана машина өткізіп жіберетін тұр. Әуелі келді, ертеңнен бастап өзі жаяу жаңағы жерден 50 метр жер жаяу келеді. Қызметкерлердің бәрі служебный машина қойып жұмысқа жаяу баратын болды. Сондай болды. Өзі азанда жүгіреді. Мен сол Құранның үйінде осындай қарама-қарсы үйде тұрды, сол талай көрдім. Неде жаяу жүгіріп жүрген медучилищенің спорт площадкасы бар соның ішінде. Білім саласы ма, денсаулық сақтау саласы ма, құрылыс саласы ма, қай сала болмасын, өте біліктілігіне мен тәнті болдым бұл кісінің. Иә. Оның проблемасын да керемет біледі. Шешу жолын да керемет біледі. Иә. Сосын талап ету бұл кісі. Ол ешкім бұл кісіні алдай алмайды. Иә. Дәлелдей алмайды. Иә. Бұл кісі оның ар жағын біліп тұрады. Сондықтан оған баратын, оны басқаратын, сол саланы басқаратын адамның барлығының ана Еркін Нұржанұлының білетіндігін біліп, олар барлық амалдың жоғынан бұрынғыдай емес. Білуге, игеруге, атқаруға, кемшілігін білуге әр мекеменің басшысы, әр саланың басшысы білуге мәжбүр болды. Бұл сөйтіп тәрбиеледі бұл кісі. Бұның ерекшелігі бұл кісінің сөйтіп тәрбиелеп кетті. Екіншісі бұл кісінің адалдығы, тазалығы, туралығы, тікелігі. Иә, міне бұл қасиеттерін біз мойындағанбыз, оған тәнті болдық. Әуелбековтің ел аузындағы қысқаша портреті осындай. Алайда көз көргендер Еркін Әуелбеков Колбиннің орнына Қазақстан басшысы болу үшін жанталасқан жоқ деп есептейді. Тік мінез, турашыл, қол сұмдығы аз, өзіне сенген адамның билікке таласпайтыны таңғалдырмайды. 1989 жылы 22 маусымда Назарбаев Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы болып Мәскеудің ұсынысымен сайланғанда құптап сөйлегендердің бірі Еркін Әуелбеков. Алайда Назарбаев сайланысымен небәрі бір ай ішінде Әуелбековті Қызылорда облысының басшылығынан босатты. Үлкен қызметтен